Ақбас құрттың зікірі. Бір күні Дәуіт пайғамбар теңіздің жанында зікір салып отыр еді. Толқын жартасқа ұрып теңіздің шуы оның үнін көмескілей берді. Дәуіт бар даусымен айғайласа да толқынның үні басым түсті. Мына шуыл бәле болды-ау, зікірімді Тәңірім естімей қалатын болды деп уайымдады ол. Сол сәтте Жебірейіл періште келді де оны теңіздің жағасына ертіп шықты. Теңіздің толқыны жағаны соғып таудай жартастарды ақ көбікке орап жатыр екен. Толқын шегінгенде жағадан жұдырықтай тас көрінді. Періште: «Әй Дәуіт, мына тасты көтеріп ал» деді. Дәуіт тасты қолына алғанда ол қақ бөлініп, ортасынан кішкентай ақбас құрт көрінді. Құрт жіңішке дауыспен Алланы зікір етіп тұр екен. Дәуіт құрттың үнін естігенде бойы балқып, жанары суланып кетті. Жебірейіл оған: «Уа Дәуіт, мына толқынның астында жұдырықтай тастың ішінде жатқан құрттың әуезін естіген Алла сенің зікіріңді естімейді деп ойладың ба?» деді. Дәуіт сөзден тосылды. Ағат ойы үшін тәубе етіп, Тәңірден кешірім сұрады. Ар-ұят таразысы. Дәуіттің есігінің алдында бір шынжыр асылып тұратын. Ер Дәуіттің билігіне жүгінгендер сол шынжырға қолын созады. Кімдікі дұрыс болса, қолы шынжырға жетеді. Ал жалақор жақ қолын қанша созса да шынжырға жеткізе алмайтын еді. Бір күні бір кісі біреуге 100 мысқал алтынды қарызға береді. Анау оны қайтармайды, сөзінен танып бет бақтырмайды. Қарыз иесі әділдік сұрап ер Дәуітке келеді. Қарыз алушы ғажайып шынжырдан хабары бар айлакер адам екен. 100 мысқал алтынды асатаяқтың ішіне білдірмей салып өзімен бірге ала келеді. Ер Дәуіт әдеттегіше әлгі шынжырды қарыз иесіне ұстатады. Оның қолы кедергісіз жетіп шынжырды оңай ұстайды. Кезек қарыз алушыға келгенде ол асатаяқты ұстай тұршы деп талапкердің қолына береді де шынжырға қол созады. Сөйтсе оның да қолы шынжырға жетеді. Дәуіт түсінбейді. Бірнеше қайтара жасатады. Бірақ кімнің кінәлі, кімнің кінәсіз екенін ажырату қиынға соғады. Мынадай қулықтан кейін әлгі шынжыр жер бетінен жоғалып кетіпті. Шынжырдың орнын ақжүрек адамның ішіндегі ар-ұят қасиеті басыпты. Дәуіттің жәндігі. Дәуіттің тұсында Ғайдун деген қаланы ордалы жылан басады. Олардың көптігі сондай күрек басындай жерге 10 жылан сияды екен. Қарсы келген адамға атылып бет қаратпайтын. Күресуге дәрмені қалмаған патша ақсақалдарды жинап кеңеседі. Қариялардың бірі: «Дәуіт пайғамбардан көмек сұрайық, Аллаға тілегімізді жеткізіп, мына пәледен құтқарсын» дейді. Оның сөзін бәрі қоштайды. Сөйтіп Дәуітке хабаршы жібереді. Дәуіт Мақпар тауында ұста екен. Хабаршы ел тілегін айтып, көмек сұрайды. Дәуіт кеудесінен бір түйме үзіп алады да, оны төске қойып, балғамен 3 рет ұрады. Түймесін жәндікке айналдырып, оны хабаршыға беріп: «Қалаға кіргенде босат, жыланды қуып шығады» дейді. Халқы Дәуітті күтіп отырады. Хабаршыны көріп, «Дәуіт қайда?» деп сұрайды. Жігіт жәндікті көрсетіп, «Міне» дейді. Жәндік секіріп түсіп, жыландармен айқасқа түседі. Қылыш қолымен жыланның көзін ойып, қаладан қуып шығады. Ерлігіне риза болған ел ол жәндікті Дәуіттің жәндігі деп атап кетеді. Дәуіттің 30 ұлы. Дәуіт пайғамбардың 30 ұлы болған екен. Бірде құлшылық уақыты таяғанда ол ұлдарын ертіп мешітке келеді. Халық жиналып үлгермепті. 30 ұлымда бір жамағат қой деп жұртты күтпестен ұлдарымен ғибадатты бастап кетеді. Намазда екі жаққа сәлем беріп жатып: «Расында да өзімнің әулетім бір қауым ел екен» деп астамшылық ойлады. Намаз бітіп, бата жасаларда 30 ұлы сәждеден тұрмай қалды. Дәуіт секем алып тіксініп қалды. Астамшылық ойлап халықты күтпегені үшін Алла оның 30 ұлына сол мезетте қаза жеткізген екен. Қателігін түсінген Дәуіт 40 күн бойы бас көтермей, Жаббардан кешірім сұрап жатып алады. Рахман Құдай оның күнәсін кешіп Дәуітке: «30 ұлыңды қайтарып берейін бе, әлде 30-ына татитын бір ұл берейін бе?» деді. Дәуіт: «Аллаға екі еткен жараспайды. Пендесі оның жіберген қазасына мен таласпайды. Құдай салды, біз көндік. 30-ына татитын тағы да бір ұл бер» деді.
Хақ тағала оның тілегін қабыл алып: «Ей Дәуіт, саған бұрыл нәсіп етемін. Шарты сол, ол баланың қызығын 9 жыл ғана көресің. Осыған ризасың ба?» деді. Дәуіт іштей қынжылса да, Жаббар иемнің әміріне не қылса да ризамын деп келісті. Көп ұзамай ұлды болып есімін Сүлеймен қояды. Дәуіт патша болғасын, оның сарайына күн сайын жүздеген адам қонаққа келеді екен. Сол кезде 7 жасар Сүлейменді бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып, сарайдың алдында қызметке қояды. Бала күні бойы кірген-шыққан қонақтардың қолына су құйып алғысын алады. Оның адал қызметіне риза болған қонақтар: «Ғұмыр жасың ұзақ болсын, Құдайдың сүйікті құлы бол, басыңнан бақ, астыңнан тақ кетпесін, әділ патша бол, екі дүниенің сырын біл, дұшпаныңа қатал, досыңа адал бол, ғалым бол» деп 99 түрлі тілек айтып бата береді екен. Арада 15 жыл өтеді. Сүлейменнің бұғанасы бекіп, қабырғасы қатайып, бойы да өсіп, азамат болып ержетеді. Бір күні Дәуіт тәңірісінен: «Уа Жаппар ием, маған ұлымның қызығын 9 жыл ғана көресің деп едің, бұл не хикмет?» деп сұрады. «Ұлық Алла, рас айтасың, Сүлейменнің пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет етуден шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған менің 99 есімімді айтып, шын жүректен алғыс жаудырып батасын береді. Көптің алғысымен оның ғұмыр жасы ұзарды. Менің бір есімім халық. Халықтың тілегін қабыл етпеу ұлықтығыма сын болар. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі мұғжиза берем. Жердегі бүкіл тау-тас, аң-құс 18 000 ғаламға патша қыламын» деді. Содан бастап Сүлейменге дарымаған керемет қалмапты деседі. Дәуіттің дүниеден өтуі. Бір күні Дәуіт Құдайға мінәжат етіп отыр еді. Жебірейіл періште келді. Ол пайғамбарға қаралы хабар жеткізді. «Уа досым Дәуіт, досыңмен қауышатын сәт жетті. 100 жыл ғұмыр кештің. Пайғамбар мен патшалықты қоса атқардың. Енді ақыреттік сапарға дайындал» деді. Дәуіт: «Әй Жебірейіл, артымда сансыз жұртым қалып барады. Оларды кімге қалдырам? Ұлым Сүлейменнің бағанасы қатпады. Әлі ойын баласы» деді. Жебірейіл: «Ендеше ұлыңа 5 сұрақ қойып сынаймын. Дәл жауап берсе мұрагерлікке лайық» деді. Сөйтті де Сүлейменді шақырып: «Әй балақай, махаббаттың, ақылдың, шердің, иманның, қуаттың мекені қайда?» деп сұрады. Сүлеймен тосылмады. «Махаббаттың орны көңілде, ақылдың орны баста, шердің орны көзде, иманның орны жүректе, қуаттың орны сүйекте» деп жауап берді. Жебірейіл де Дәуіт те баланың жауабына сүйсінді. Кенет Сүлеймен есіне бірдеңе түскенде езу тартып күлді. Дәуіт ұлының мұндай мінезін бұрын байқамаған еді. «Әй балам, неге күлдің?» деп сұрады. «Көке, күлген себебім мына бір ағашта 2 құмырсқа кетіп барады екен. Солардың сөзін естідім. Бірі екіншісіне: Жебірейіл періштенің жасы адам атадан үлкен. Сонша үлкен басымен 7 жасар баланы сұрақпен сүріндіре алмады. Егер бала сұрақ қойса жауап бере ала ма екен?» деді. Екіншісі: «Әй, көп сөйлеме, мұнда үлкен пайғамбарлар отыр. Олардың үстінен өткеніміз әдепсіздік болар. Кейін қайтайық» деп шегінді деді Сүлеймен. Бұл сөзді естігенде Жебірейіл тосылып қалды. Бала сұрақ қоймай тұрғанда тезірек қайтайын деп есіктен шығып кетті. Дәуіт ұлының жауабына риза болып маңдайынан сүйді. Сүлеймен 15 жасқа толғанда әкесі оған тәжі мен тағын аманаттады. Бір күні Әзірейіл періште кіріп келді. Ол Дәуіттің жанын алды да арш әлеміне ап кетті. Сүлеймен әкесінің жаназасын оқып, құтты денесін жер қойнына тапсырған екен. Қиссаның соңы.